Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз "Мен де спортшы боламын" деп аталады. Өзіңе ұнайтын спорт түрлерінің тізімін жаса. Балалар, мына жерде бізде түрлі спорттар бар. Біріншісі вело жарыс, велосипедпен серуендеу, екіншісі бокс, үшіншісі баскетбол, төртіншісі футбол, бесіншісі гимнастика, алтыншысы жүгіру, жетіншісі теннис, сегізіншісі жүзу. Ал енді осылардың қайсысымен айналысқың келеді? Соған тізім жасап жазып шық. Мәтінді оқы. Бекзат Саттарханов қазақ боксшысы. Ол 20 жасында бокстан олимпиада чемпионы атанды. Бұны біз тіркеп алу үшін осылай әдемі болып жасалынған, я? Бекзат. Сиднейдің шаршы алаңына 2 батыр шықты. Бірі осы уақытқа дейін әлем чемпионы атанып үлгерген америкалық Рикардо Хуарес. Екіншісі қазақ баһадүрі Бекзат Саттарханов. Рикардо Құлжаның асығындай шымыр, қоңырқай жүзінде айбын бар, өз күшіне бабына өте сенімді, көзінен ашу ұшқындап жер тарпып тұр. Боксшылар, балалар, ашуланып тұрады, байқайсыңдар ма? Бекзат та тас түйін. Екеуі оңды-солды аңдысып, сатыр-сұтыр ұрысқа кірісті. Бекзат сарт-сұрт ұрып, оңға орғиды. Көзден ұрып, солға орғиды. Іштен тұмсықтан дәл соғып, әлем чемпионын тықсыра түсті. Яғни тықсыра түсті деген жеңе бастады деген сөз. Рикардо тізгіннің қолдан сусып бара жатқанын түйсініп, белсене түскен. Жоқ, мына қазақ тым сезімтал екен. Бұл жұдырығын ыңғайлағанша 2-3 мәрте сілтеп үлгереді. Ойлануға мұрша беретін емес. Ойсыз бокс, орға жығылу. Мына қазақтың ойы да, жұдырығы да оқтай ұшқыр. Кім жеңген екен, балалар? Бекзат Саттарханов жеңген екен. Ол қай жылдар өмір сүрген екен? 1980-2000 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Рикардо арыстанша атылып, соққы жаудырған. Еңбегі еш кетті. Жұдырығы Бекзаттың қолғабының сыртынан қайтты. Айтып айтпай не керек? Екінші раунд біткенде Саттарханов оқ бойы озық тұрды. Есеп 15-4. 15-4 дегеніміз 15 ұпай бізде Бекзатта. Раундтың соңына қарай Рикардо тұсалған аттай күй кешті. Бекзаттың тасқамал қорғанысын талқандай алған жоқ. Амалсыздан Саттархановтың ыңғайына көнген. Осының алдында Бекзат түрік боксшысы Рамазан Полянийдің басындағы дулығасын ұшырып түсіре жаздап еді. Дулыға осы бокстасқан кезде балалар киіп алу керек, өйткені кез келген жарақаттардан абай болу үшін. Полянийдің дулығасын қисайтқан қайсар қазақ енді бәйгені ешкімге бермесін ішіміз сезе қойды. Бірақ ол 2000 жылы қайтыс болған екен, балалар. Біздің баһадүріміз, батырымыз Бекзат Саттарханов. Бекзаттың қарсыласынан осал емес екендігі туралы мәтінде не делінген, тауып оқы. Бекзат та тас түйін. Неге? Өйткені бірінші мына адам суреттеліп өтті. Рикардо Құлжаның асығындай шымыр, қоңырқай жүзінде айбын бар. Рикардо суреттелді, артынан Бекзат суреттелу керек. Бекзат айтты. Бекзат та тас түйін деді. Бір ғана сөзбен Бекзаттың қаншалықты мықты екенін көрсетіп отыр. Мәтіннен Бекзаттың қимылы суреттелген жолдарды тауып оқы. Бекзат сарт-сұрт ұрып, оңға орғиды, көзден ұрып, солға орғиды. Іштен тұмсықтан дәл соғып, әлем чемпионын тықсыра түсті. Ол қалай болды? Бізде етістіктер бар біріншіден, екіншіден қимыл әрекетті ізде деп тұрма, біз етістік іздейміз, сарт-сұрт ұрып, оңға орғиды. Бекзаттың әрекетін және қолмен және көзбен адамның мүшесі арқылы жасалғаннан кейін қимыл әрекет осылай болып жатыр. Сол үшін осы бөлігі сәйкес келеді. Мәтіннің соңғы азат жолын дауыстап оқы. Не түсінгеніңді өз сөзімен айт. Сиднейдің аумағы ат шаптырым бокс залын тағы дуылдатты. Қазақстан, Бекзат. Есімі елімен бірге аталған Бекзат қандай бақытты. Еліңнің туы болдың деген осы. Атаның ұлы ғана емес, халқыңның ұлы болды деген осы шығар.
Мәтіннің соңғы азат жолын дауыстап оқыдық. Не түсінгеніңді өз сөзіңмен айт. Қане балалар, не түсіндік? Жалпы Бекзаттың қаншалықты мықты екенін және Қазақстанның атынан шығып әлемді мойындата алғанын біз түсіндік, осы жерден. Бекзаттың жеңіске жету себебі неде деп ойлайсың? Тағы қандай спорт жеңімпаздарын білесің? Бекзаттың жеңіске жету себебі оның ерік жігерінің мықтылығында. Кішкене жеңілгеннен кейін көңіл күйі түскен жоқ, сонда да жалғастыра берді. Одан кейін әрине спортпен айналысқанның нәтижесінде осында жеңіске жетіп отыр. Ал енді 2000 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының жеңімпаздары. Жалпы осы әр 4 жылда Олимпиада ойындары болып тұрады. Сол Олимпиада ойындарында алтын, қола, күміс, яғни солар қойылады. Жеңген адам алтын алады, қола алады және күміс алады. Қайсысы ең бірінші болады, ол алтынды алады. Қазақстан Австралияның ірі қалаларының бірі Сиднейде өткен 2000 жылғы жазғы Олимпиада ойындарына өз тарихында екінші рет қатысып, 3 алтын, 4 күміс медаль қанжығалады. 3 алтын және 4 күмісті 2000 жылы Олимпиадада Қазақстан алған екен. 198 елі қатысқан Сидней Олимпиадасына ұлттық құрамадан 130 спортшы атанып, 7-еуі жеңіспен оралған екен. Ал енді мына жерде жазылып тұр. Ольга Шишигина алтын алқа, Бекзат Саттарханов алтын алқа, Ермахан Ибраимов алтын алқа, Мұхтархан Ділдәбеков күміс алқа, Болат Жұмаділов күміс алқа, велоспорттан Александр Винокуров күміс алқа, еркін күрес бойынша Ислам Байрамуков күміс алқа иемденді балалар. Міне бұл қосымша мәлімет. Бұл сабақтан не үйрендім? Мен енді күн сайын спортпен айналысатын боламын. Солай ма балалар? Күн сайын спортпен айналысамыз ба? Бекзат Саттарханов сияқты мықты спортшы боламыз ба? Жеңіске жетеміз ба? Әрине балалар, сендердің қолдарынан келеді. Мен сендерге сенемін, тек қана алға. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау, сәлематта болыңдар.